шаршының қанша пайызы боялған? Бұл есеп өте оңай шығатын есептердің бірі. Мына жерде қарасақ біздің шаршы, үлкен шаршы, жалпы 100 бөлікке бөлінген әрбір бөлігі 1%. Сонда жалпы 100 болатын болса, онда әрбір мына бағанында 10 бар. Мына 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мұнда 10 бар. 10. Екіншісі олай болса 20, 30, 40, 41, 42%. Ондай болса мына жерге 42% деп жазамыз. Бізде тексерудің 3 мүмкіндігі бар. Егер қателессек, 3 рет тексере аламыз. Тексеріп алсамыз, мына бізге дұрыс деген белгі береді, және мында дұрыс жауаптардан біреу болады. Жаңа есеп басамыз. Жаңа есеп басып тағы осылай тексере береміз. Мында бізде әрқайсысы 10-нан ғой. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Мына жерде 80, 90-ға жетпейді ғой. 81, 82, 83, 84 болады мына жерде. 84%. Тексеріп басамыз, дұрыс дейді. Жаңа есеп басамыз. Ал мына жерде қарасақ, бұл тек қана 10-ға бөлінген. 10-ға бөлінген. 10-ға бөлінген деген сөз ол мынау бізде 1 болады, мынау бізде. 1 болады сәйкесінше. Біз жаңадан общий 100-ге бөліп қой. Ал бізде 10-ға бір бағанда бізде 10% болған. 10%, 20%, 30%, 40, 50, 60%. Жалпы мына жерде бізде 60% боялып тұр. Неге? Себебі бізде 10-ға бөлінген балай. Ал оның әрбір бөлігі 10% деп аламыз біз. Сонда мұнда 60% боялып тұр. Тексеріп басамыз, мына дұрыс, бізде жауаптар саны 3 болды бізде. Жаңа есеп басамыз, мына сәйкесінше осы есептерді шексіз шығара берсек болады.